Балаңыз двоечник па немесе 2-мен оқитын бала ма? Бұл балада белгілі бір мәселе бар ма немесе бұл балада жоқ па? Бұл балаға көмектесу керек па? Мысалы, бала дом, б, ра деп оқиды да, бірақ барлығын әкеліп қосқан кезде домбыра деген қарапайым сөзді құрастырып оқи алмайды. Сәлеметсіздер ме? Мен логопед-дефектолог Гүлсара Ниязқызы. Бала қате оқиды, әрқашанда оқыған кезде белгілі бір дыбыстарды, әріптерді, таңбаларды шатастырады, немесе ұқсас дыбыстарды бір-біріне ажырата алмайды. Балаңыз двоечник па немесе 2-мен оқитын бала ма? Бұл балада белгілі бір мәселе бар ма немесе бұл балада жоқ па? Бұл балаға көмектесу керек па? Бүгін осы сұрақтарға жауап берейік. Жалпы, егер бала әрқашанда қате оқитын болса, бұл бұзылыстың атауы дислексия деп аталады. Яғни, бала оқу барысында белгілі бір ұқсас дыбыстарды бір-бірінен ажырата алмайды, немесе шатастырып оқиды, немесе тіптен мүлдем қарапайым сөзді оқи алмайтын да оқушылар болады. Бұл не болды? Бұл бізде баланың оқу процесінің бұзылуы, яғни дислексияға баланың ұшырауы болып саналады. Дислексияның бірнеше түрлері болады. Ол бізде фонетикалық дислексия, яғни баланың фонемасының дұрыс қалыптаспауы. Бұндай жағдайда бала біресе кітап те оқиды, біресе пітап те оқиды, біресе тітап те оқуы мүмкін. Немесе бала тышқан де оқуы мүмкін, тышқанды қышқан деп оқуы мүмкін, гүлді дүл деп оқуы да мүмкін. Міне осындай. Одан кейінгі бұзылыс бұл бізде оптикалық дислексия. Яғни оптикалық дислексия кезінде бала барлығын керісінше оқиды. Кәдімгі бала сөзді сөйлемдерді оқыған кезде барлығын керісінше оқиды, сөздің соңынан бастап оқиды, немесе сөздің тіптен ортасынан бастап оқуы мүмкін. Бұл баланың көріп қабылдау қабілеті бұзылған. Көзі дұрыс көрмейді емес, көзінің, яғни көзбен көріп қабылдаған ақпараты мына орталық жүйке жүйесіне, центральный нервный системаға барған кезде бұл жердегі анализ синтезі баланың дұрыс жұмыс жасамай қалып жатады. Міне осылай. Одан кейінгі біздің тағы бір бұзылысымыз бұл бізде семантикалық дислексия. Семантикалық дислексия дегеніміз не? Жалпы бұндай кезде бала күрделі сөз тіркестерін бір-бірімен байланыстыра алмайды. Яғни жұрнақ жалғауларын, септіктерін, немесе басқа да мезгілдерді бала шатастыруы мүмкін көп жағдайда. Мен кеше үйге бардым, немесе мен таңертең үйден шықтым деген сөйлемді бала құрастырған кезде мен кеше үйде шық деп айтуы да мүмкін. Міне, немесе дәл солай оқуы да мүмкін. Одан кейінгі бізде мнестикалық дислексия. Мнестикалық дислексия кезінде бала қарапайым сөзді оқи алмайды. Мысалы, бала домбыра деген сөзді оқитын болса, домбыра деп оқиды да, бірақ барлығын әкеліп қосқан кезде домбыра деген қарапайым сөзді құрастырып оқи алмайды. Міне осындай. Одан кейінгі тағы да дислексияның бір түрі, бұл бізде тактильді дислексия деп аталады. Бұл көп жағдайда көру қабілеті төмен, немесе көру қабілеті мүлдем нашар балаларға арналады. Бұндай балалар брайл шрифтімен оқыған кезде, яғни саусақтармен қабылдау, сипап сезу қабілеттері дұрыс қалыптаспауы мүмкін. Сол себепті де бұндай балалармен арнайы мамандар жұмыс жасауы тиіс болып саналады. Балаңыз 2-мен оқымайды, немесе балаңыздың ойлау қабілеті кеш дамыған емес. Көп жағдайда бала жай ғана осы дислексия бұзылысына ұшырап қалған болуы мүмкін. Ал бұл балаларға ата-ана тарапынан және дефектолог тарапынан және сынып жетекшісі тарапынан көмек қажет болады. Міне осылай. Егер дәл осындай видеолар, дәл осындай кеңестер сіздерге қызық болса, келесі тақырыпты комментарийге жазып таңдаңыздар. Және менің YouTube каналыма подписаться етіп жазылып, таныстарыңызбен, көршілеріңізбен, құрбы құрдастарыңызбен жалпы осы ақпаратпен бөлісіңіздер.